сәттілік. Аяжан, бүгінгі сабақта саған денсаулығыңа тілектеспін. Інжін, бүгінгі сабақта саған жақсы баға алуына тілектеспін. Аяз, жин. Саған сабақта сабақ. Балалар, кір жайғышта ілініп тұрған сөздердің ішінен етістікті кім табады? Кәне? Так, аяғын келе ол. Балалар, келесі тапсырмамыз топтық жұмыс. Бірінші топқа берілген сөздерге сұрақ қойып, кері сөз жұмбақ құрастырамыз. Ал енді екінші топқа анаграмма әдісі бойынша қарпіне басталатын етістіктерді, жазық етістіктерді үш тапта қолданып жазамыз. Үшінші топқа ұшқы қалам әдісі бойынша берілген сөздерден сөйлем құраймыз. Кәне топпен жұмыс бірлесе отырып орындаймыз, кәне балалар. Жұмыстарымыз бітсе, жұптық жұмысты енді бір-бірімізден алмасып тексереміз.